болған оқиға. Ерте заманда өлкөмізде шайтан мекендеп, жұрттың зәресін ұшырған екен. Бірде шайтан алдар көсені ұстап алып, әурелеп қинай бастады. Ей, сен менің жеріме бақшаңды еккеніңді білесің өзің? Енді өз обалың өзіңе, жинаған өнімнің жартысын маған беретін боласың. Оқтың ба? Астағфираллах, субханаллах. Оқтым. Содан бері бұл әдетке айналды. Алдар көсе бақша егіп көкөніс отырғызса, ал шайтан жай барақат демалып, алдар көшенің өнімінің жартысын қашан әкелетінін күтіп отырады екен. Мен мынау бақша отырғызайын деп жатырмын. Сен баяғыда саған уәде беріп едім. Енді сен өнімнің қай бөлігін аласың? Үстіндегісінен бе, жоқ әлгі жерден алатын бөлігін бе? Жерді шұғылап әуре болам ба? Сыртына шыққанын ала. Ондай болса, мен картоп егем. Сонымен өнім жинайтын сәтте келеді. Алдар көсе өзіне картоп түйіндерін жинап алып, шайтанға тек сабақтары ғана тиеді. Той мынау? Не деген бәлі? Мұна құрғыр картопты адамдар қалай жейді екені? Бұл жолы жердің қойнында қалған бөлігін аламын. Жарайды, айтқаның болсын. Онда мен қарбыз егем. Мұнаның дәмі қандай жаман. Осы адамдардың несі дұрыс өзі? Бұны неге жейді екен? Осыны да ас дейді ау. Қане, сенің бөлігіңнің дәмін көрейінші. Алдадың ба? Алдадың ғой мені. Түсінікті. Енді жер қойында қалатын бөлігін алам деген өзің ғой. Менің не күнәм бар? Болды. Қазір менен таяқ жейсің? Тоқташы. Не болды? Енді бұл жерде төбелесек бүкіл қарбыздың бәрін құртамыз ғой. Онда қайда барамыз? Мынау қазақ үйдің ішіне кірейік. Қазынаны қалай бөлісеміз? Опай, ең ұзақ айтқанымыз қазынаны иеленеміз. Ал біріміз ән айтқанда екіншіміз оны арқалап жүруіміз керек. Жарайды. Төбелеске келгенде шебер екенсің. Ал енді сенің мені қалай арқалағаныңды көргім келеді. Келсін, онда мен әнді бірінші айтайын.
Сағат бойы дей бердің ғой. Кіріспесі сондай. Өлің қашан басталады? Кіріспесі біткенде әннің өзі басталады. Онда кіріспесі қашан бітеді? Әннің дәл бастар алдында бітеді. Жаңылдырдың ғой адамды. Енді кіріспесін қайтадан бастауың керек. Ой, әніңмен қоса құрып кетсей, ол естігім де келмейді, кетші. Әне, ары қарай тыңдамайсың ба? Тоқтай тұр. Мұна қазынашы. Ой, әдіре қал. Қазынаңда құрып кетсін. Кетшей, басында бұл. Әй, шәрмес, жақсанның қадырын білмейді екенсің ғой. Содан бері шайтанды өлкөмізде ешкім көрмейді. Оған қоса қазіргі ғылым да оның дүниеде жоқ екенін дәлелдеген еді. Мүмкін алдар көсе таппасын деп жақсылап тығылып қалған шығар. Баймал алдара көсе злой шайтан. Алдар көсені жауыз шайтан ұстап алыпты. Алдар көсені жауыз шайтан ұстап алыпты. Половину урожая отдашь мне. Өнімнің жартысын маған бересің. Өнімнің жартысын маған бересің. Вершки или корешки возьмешь. Үстіндегісін бе, әлде түбірін аласың ба? Үстіндегісін бе, әлде түбірін аласың ба? За обман я тебя побью. Алдағаның үшін мен саған таяқ жегізем. Алдағаның үшін мен саған таяқ жегізем. Клад заберет тот, кто длиннее песню споет. Қазынаны ең ұзақ ән айтқанымыз алады. Қазынаны ең ұзақ ән айтқанымыз алады. Придется петь песню сначала. Өлеңді басынан бастап айтуға тура келер. Өлеңді басынан бастап айтуға тура келер.